жеткізу Алладан. Бұл әңгімені не үшін айтып жатырмыз? Бүгінгі қоғамда ақылды адамдар өте көп, бір-бірінен күдіктенетін, күмәнданатын адамдар да өте көп. Біреуге уағыз айтсаң жақтырмайды. Мына Францияда біздің мұсылман бауырларымыз барып, бір қаласының атын айтты, ұмытып қалыппын. Сол қаласына барды дейді, имамдарына жолықтық дейді. Ораза кезет дейді. Кешке мешіттің алдына келіңіздер, ауызашар береміз деп шақырды дейді. Бардық. Барсақ, Рамазан шатыры деп жазып қойған дейді. Мешіттің алдында 500 адам отырып тамақтың алдында шатыр бар екен дейді. Соның алдына, мешіттің алдына 500 адамға дастархан жасап қойған. Бірақ одан бөлек 30-40 адамға, ана 500 адамнан бөлек 30-40 адамға бөлек дастархан жасап қойған дейді. Бөлек. Мына 500 отырған адамдарға қарап, олардың намаз оқитын, ораза ұстаған екендіктері көрініп тұр, а мына 30-40 адамның мұсылман емес екендіктері түрлерінен, киімдерінен көрініп тұр дейді. Соған қарағанда тізеге жетпейтін шорты сияқты бірдеңені киіп отқан шығар енді. Ләм кіма бір-бірлеп. Құдайдың құдіреті, тамақ беріліп жатыр, ас беріліп жатыр. Енді біздегідей Қазақстандағыдай бір молдекіндер тұрып бірдеңе айтатын шығар енді деп тұрмын дейді. Бір адам шариғат әңгіме айтқан жоқ дейді. Сосын имамына бардым дейді, переводчик арқылы. Мынау халық келіп тұр, оның үстіне 30-40 адам, ана басқа діннің адамдар, сол кісілерге кішкене уағыз қалмайсыздар ма десе, мешіттен 1 метр шыққаннан кейін уағыз айтуға хақымыз жоқ деп айтты. Заңда ол нетілмеген дейді. Заңда қатаң жазылған. Біз айтатын болсақ, мешіттің ішінде айтамыз, мешіттің сыртынан 1 метр шықтың ба, бұл айтамайсың дейді. Айтпаймыз. Енді қалай енді? Енді мынау сонша келіп тұрған адамдар ештеңе айтпай жібересіңдер мен? Десем дейді, ана кісі айтты дейді, біз амалдарымызбен, қызметімізбен оларды шақырамыз дейді, исламға дейді. Алла тағала сол арқылы пәлен кісілерді мынандай уақыттарда ислам қабылдауын нәсіп етіп жатыр дейді. Оларға көшеде уағыз айтамаймыз біз дейді. Бірақ қызмет қылып жатырмыз дейді. Жақсы сәлем береміз. Бірдеңе қолынан кеп тұрса, қызмет қылып жібере салады екен. Қолынан кеп тұрса, беріп жібере салады деген сияқты. Әйтеуір анау сөмкесін көтеріп жіберіп, әйтеуір түрлі амал жасап қызмет қылып аламыз дейді. Басқа не жоқ. Ал бізде молдалар кез келген жерде уағыз айтып жатыр ғой. Кез келген жерде уағыз айтылып жатыр. Адамдарымыздың бірақ соншалықты бір қатты бір берге батқан адамдарды онша байқамаймыз да. Бірақ айтылып жатыр да. А оларда айқайлап айтылып жатқан жоқ. Сөйтсек олар адамдарды дінге тартудың басқа түрлерін істеуіне тура келеді екен да. Құдай тағала сол іс әрекеттеріне қарай да оның нәтижесін беріп жатыр ғой. Сол үшін де менің айтқым келіп тұрған біріншіден айқайлап азан айта алғанымызға, қалағанымызша Құран оқи алғанымызға, намаз оқи жатқан, ораза ұстап, ауызашар беретіндей жақсылық жеткізген Аллаға шүкір көп айтуымыз керек. Құдай тағала Құранда айтады ғой, шүкір еткен пенделермен нығметімді арттырамын деп. Біздің айтатын шүкірлеріміз өте көп. Міне дүниеге Мариям деген қыз келіп жатыр, Құдай қаласа, Төкеңнің отбасында. Емізде ма? Келін емізде ма? Бір үйлерде әйелдер босанып жатыр. Перзенті ембейді да, бірақ түрлі себептерге байланысты. Сөйтіп ана магазиннен алынған нәрсемен тамақтандырады. Жаңағы не дейді оны? Смеспен. Оны бітеді екен. Анан суды қайнату керек екен да. Қайнаған күйінше берсең, анау бір апталық бала деп отырып шамайды екен ғой. Оған 60 градус, 50 градус беру керек екен. Жаңағы сондай 60 градус болған кезде сместі қосады екенсіз. Сосын анау осы кезде жақсы араласады екен да, енді сәл тұрып барып, салқындатып барып беру керек екен да, ана қатты ыстық берсең болмайды. Енді бір 15 минуттан кейін берейін десең, ана мұздап кетеді да, анау ше, қайттан жылыту керек та оны. Ал енді түннің ортасында тамақ сұраса тағы да сол да. Термосқа суыңызды дайындап отырасыз, немесе шайыңызды қайнатасыз, сөйтіп ананың 60 градусқа түсіріп, ананы нетіп алу керек, араластырып алу керек, одан түсіріп барып беру керек екен да. Алла тағала әйел балдарының көкірегіне мейіріммен сүт беріп, сол сүт қыстың күні жық-жылы болып, жаздың күні салқын болып, сол бала қанша температурада керек, тура сол температурада шығады екен ғой сүт же. Қайнатып, суытып, ыстып жүрмейді екенсің да. Мына қазір жақсы ғой, тефаль бар,
анау теріміз бар. Баяғы аналарымыз жаңағы ешкінің сүтін, сиырдың сүтін беретін кезде қолтықтарына, қойындарына тығып жатқан. Сөйтіп барып берген. Қайға жылтып алады оны түн ортасында? Аш жатқан балаға. Түнде емшек сұраса, қай уақытта бересің? Сөйтсек біз әйелдеріміздің, келіндеріміздің, қыздарымыздың балдарын емізіп жатқанның өзіне бөлек шүкір айта алмай қалады екенбіз ғой. Оны айту үшін ана әйел ауырып больницаға түсіп қалу керек, болмаса бір жақ кетіп қалған болу керек, сүті шықпай қалған болу керек. Соны смеске ұрынуымыз керекпіз. Одан кейін барып шүкір айтуымыз керек екен да. Сондықтан адам баласы ең бірінші Алла Тағала шүкір айтатын кезде бүкіл әлемді жаратқан Алла Тағалаға мақтау болсын деген кезде бәрі кіріп кетеді екен оның ішіне ше. Ендігі мәселе. Мынау біздің екі мәселе айта кетейін деп отырмын. Біріншісі, көп жерде айтылып жатыр, Қытайдың ішінде біздікілердің көбісіне үрімшіден қайтады екен, сауда жасайтындар. Қытайдың ар жағына өтсеше, анау судың жағасында өмір сүретін халық бар екен Қытайларда. Олар біздер ұқсап жер бетін басып жүре алмайды екен. Мына қара жер басып жүре алмайды екен. Өйткені басатын жер жоқ. Сөйтіп қайық жасап алады екен да, үйленген жігіттер бір қайық жасап алады екен да, соның ішінде өмір сүреді екен. Бала соның ішінде туылады. Өзің акушерсің, өзің. Бала соның ішінде тай-тай басады. Футбол ойнау деген жоқ, садик деген ұмыт. Понятие жоқ ондай оларда. Түсінік жоқ ондай. Мектеп. Сонда анадан судың жағасы балық ұстайды, сол балықты жейді. Анау жақын жеріне апарып сатады. Бір кемемен келеді, алып кетеді, балықтарды сатып алып кетеді, ақша береді, азық-түлік береді, киім береді. Сөйтіп жүрген кезде қызы өсіп, мына жақтан ана қайықтағы біреудің баласы өсіп, екеуін үйлендіреді екен, екеуін бір қайық істеп беріп былай қарай жібереді. Сосын қартайған кісілер дүниеден өткен кезде екеуі екі жағын ұстап алады екен да, қайықтан суға лақтырып жібере салады екен. Судың ішіндегі жәндіктердің азығы болып кетеді екен. Ал сіздер мен біздерге Алла Тағала не деген жақсылық беріп отыр. Енді адам жер бетін басып жүргеніне шүкір айту үшін ол кемеге ме, қайыққа ма мініп, бір-екі ана нені көру керек қой? Дауылдар. Дауылдың түр-түрін көру керек қой. Сонда жерге жүргенде шүкір айтады екенбіз да? Айтпасам жерге жүргенде шүкір айтпайсың. Алла Тағала біздің кімнің үйінде туылуымызды, қайсы дәулетте туылуымызды, қайсы әулетте туылуымызды Алла таңдайды, біз таңдамаймыз. Сондықтан осындай жақсылыққа, осындай мұсылман елінде, жер бетінде жүретіндей, осындай жерде біздерді дүниеге келуімізді нәсіп еткен Аллаға мақтаулар шүкірлер болсын. Енді сөзім соңында айтарым, Құда қаласа мұнда елімізге қызмет қылған ақсақалдарымыз отыр, Құда қаласа қызмет қылып жатқан жігіттер, болашақта үлкен-үлкен қызметтер атқаратын азаматтар отыр. Қазақта әдемі сөз бар, жемісі бар ағашқа тас атады дейді. Ана тұрған терекке ешкім тас атпайды. Ана ертең Құда қаласа төкең есігіне шие піссе, мына жақтағы алмалар піссе, енді оған тас ата бастайды балдарынан. Төбесіндегі әдемісін түсіріп, ана терекке ешкім атпайды. Сол үшін жақсы адамға, елдің діннің қызметінде жүрген адамға, тірлігі жақсы жүріп атқандардың барлығына міндетті түрде тас атылады. Не үшін дегенде ол Алланың сынағы. Алланың сынағы. Нақ осы мен айта береді, ана пәленшілер нақ айтпайды деген әңгімені айту дұрыс емес. Өйткені жеміс бар ағашқа тас атады. Сонда мына Түркияда мынандай оқиға болған екен жігіттер. Бір кісі үлкен бір кәсіп ашқан. Кәсібі жүріп, дөңгелеп, үлкен тірлікке айналады. Бірақ Құдай оған перзент бермеген екен. Намаз оқитын кісі. Содан әңгіме тыңдайсыңдар бергесіңдер. Сосын айтасыңдар бұған. Келіп. Усилитель қосып алды. Ай, бәрекет. Шақырса әңгіме тыңдайсыңдар. Haydi bırak. Әңгіме тыңдайсыңдар. Sen sor. Kişinin bu ağzı açması var. Содан айта берейін ба? Haydi bırak. Енді бір өтініш шай ішіп отырып тыңдай беруге болады. Сонда жаңа кісі Құдай перзент бермегеннен кейін өзінің туған қарындасының туылған баласын асырап алған екен, жиен. Сол жиен, сол үйдің баласы есебінде өсіп, ана қартайып дүниеден өтетін кезінде бүкіл жасаған еңбегін, байлығын, дүниесінің барлығын жиеніне өсиет қылып тапсырады.
Дүниеден өтіп кетті ақсақал. Анау жігіт тірлікті жүргізе бастады. Сол кезде көрші біреу тұрып айтты. Бұл анау нағашысын тауып дайындап қойған дүниесін көресің енді. Талан таражға қалай салатындар көресіңдер деп жұрт қайта бастады дейді. Бұл сөзді естіген әлгі жиен әртүрлі ойларға кетіп жүрген еді. Ана сөзді естігеннен кейін етек жеңін жинап, нағашысын тауыпқан дүниесін ысырап қылмай, өзінің орнымен, ана жасап кеткен системасымен дейміз бе жаңағы, жолмен дөңгелетіп жүргізе бастайды. Сонда анау кісі айтты дейді. Қашағын етеді дейсің, көресің, бір күн таусылады, бұл талан тараж болады да, қолын аузына тығып, бұл өзі істеп көрмеген, ақша тауып көрмеген деп, одан бетер әңгіме қылып еді дейді. Бұл одан бетер жұмысын арғай үлкейтіп жүргізе бастады дейді. Бұл әңгімелердің барлығын, ана көршінің айтып отқан әңгімесінің барлығын осы кісінің кішкентай баласы айтып келіп жатыр. Әке, сізді бүйтіп айтып жатыр. Әке, бізді бүйтіп айтып жатыр. Сөйтіп жүрген кезде баласы тағы келеді. Әке, анау жаман адам енді айтып жатыр. Анау нағашысының жасап кеткен системасы бойынша ғана істеп жатыр, бұның өзін бас демейді. Бас дейтін болса, өзі бір басқа бір тірлік ашып көрмей ма дейді да. Анау жасап қойған нәрсесінен бөлекше. Сол кезде әлгі жиен тұрады да ізденеді, Құдайдан сұрайды тақажүтке тұрып, сөйтеді басқа бір тірлік ашады ғой. Сөйтеді оның баласына бере салды, ал сені жүргіз деп. Баласы қаяқтан істейді ғой, бас жетпейді, нағашының ақшасы таусылмай жатыр, ана нағашының баяғы ақшалары жинаған таусылмай жатыр да деп. Сөйтсе баласы да тірлікті жүргізіп кеткен ғой. Сөйтіп жүргенде баласы жүгіріп келіп, әке, бізді жамандай беретін кісі өліп тыңдау айту, өлді ана кісі деп қуанып кетті дейді. Сонда әкесі тұр, балам, қуанбағын. Ол кісі жаман кісі емес. Біздің осындай деңгейге жетуімізге себепкер болған кісі дейді да оған ше. Сол ондай кісіге қуануға болмайды. Бар жаназасына қатысайық, жәрдем берейік, қол ұшын берейік, жетпей жатқан жерін жеткізейік, қызмет қыламыз балам, жүр деп алып кетті. Бұдан шығатын қорытынды мұсылмандар өзін жамандап атқан адамнан да жақсы нәрсе көре алады екен да. Жақсы жағына қарай бұрып кете алады екен ғой. Ана баяғы Иса пайғамбар болса, 3-4 шәкіртмен келе жатқан кезде бір ит өліп жатқанда, фу, ит өліп қапты дейді ғой бір шәкірт. Екіншісі сасып кетті, үшіншісі құрттап кеткен ба немене десе, Иса пайғамбар тісі аппақ әдемі екен ғой деп айтты дейді өліп жатқан иттен. Жақсы нәрсені. Сол үшін де болашақ жастар пәленше бүйтіп айтып қойды, түгенше сөйтіп айтып қойды деп амандаспай кетіп, оларға тас атқанға біз де тас ататын болсақ, екеуден надан болып есептеледі. А біздің бабаларымыз тас атқанға асын берген. Не үшін десе, өзінің кім екендігін, Құдайдың алдында қай жақта екендігін көрсету үшін, жұртқа емес, Құдайға көрсету үшін өзінің қай жақта екенін. Надандар жағында ма, Құдай жағында ма деген сияқты мәселе. Сол үшін тірлік болып жатқан жерде әңгіме көп болады. Неше түрлі сол нәрсені көре алмаушылар да болады, жете алмаушылар да болады, басқа да түрлі адамдар болады. Ондайларға мән берместен, Алланың разылығы үшін бисмиллахи деп тірлігімізді істей беруіміз керек. Мұсылмандар тек алға болатын іске қарай, бір-бірін ана болатын ел бір-бірін батырын дейтін деген сияқты жақсы істерге алдымызға бағыт-бағдарымыз қойып алып жүре береміз ғой иншалла. Құдай тағалам елімізге амандық берсін, жұртымызға тыныштық берсін. Мынау осындай рамазандарды жылдан жылға қатысып, ораза ұстап, тарауықтарға, қадір түндеріне, айт намаздарына жете беруіміз нәсіп етсін. Ал Төлеген ағамна бүгін Рамазан айы келгені қуанып ауызшар беріп жатыр. Дүниеге Мариям деген қызымыз келіп жатыр. Оған қуанып Құдай тағалаға ақиқа деп қош қарныңыз тойып жатсыз. Алла тағала қабыл етсін. Сол қызымыз ертең ата-анасын екі дүниеде де қуантатын. Ертең еліміздің ізгі аналардың қатарын көбейтетін. Барған жерінде әулеттің анасы болатындай иманды, білімді, парасатты қыздарымыздан өсіп, және одан да кейін қара домалақ ұл қыздардың тағы да дүниеге келе беруін Алла нәсіп етсін. Біздің еліміздің әрбір отбасына иманды келіндер түсу нәсіп етсін. Әрбір отбасында Құран жаттаған перзенттер болуын Алла тағала нәсіп етсін. Субханакаллахумма бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астағфирука ва атубу илейк. Амин. Аллах разы болсын. Барлық сен де бересің.